Ішектеріміз қалай қызмет етеді? Бұл өткен посттың жалғасы. Сіздің лүпілдеріңіз мен үшін өте маңызды. Сұрақтарыңызды төменде комментарийге қалдырсаңыздар болады. Ішілген тамақ ішекке түскен кезде ол асқорыту сөлдерімен, ферменттелімен өңделген күйінде түседі және ас қорыту процесі әлде қашан басталып та кетті. Тағам ішектер бойымен ішек қабырғасының бұлшығы талшықтары арқылы жылжиды. Жылжи отыра бірге қорытылады, сіңеді. Тағамның ішектер бойымен жылжуы қалыптыда 24-36 сағат арасында жүреді. Сол уақытта ол 7-8 метр қашықтықты жүріп өтеді. Ішектегі барлық қоректік заттар организмге сіңеді. Басында жіңішке ішекпен жүреді. Онда тағам өтпен, ас қорыту ферменттерімен өңделеді. Ақуыз, май, көмірсулар ыдырайды. Жіңішке ішектен өткен соң тоқ ішекте ас қорыту процесі басталады. Қалыптыда тоқ ішекте күнделікті орта есеппен 1000-2000 мл сұйық құрам түседі. Мұнда ол араласады. Судың және тұздардың сіңуінің нәтижесінде қоюланады. Дәрет массалары қалыптасады. Қалыпты дәрет массасының судың көлемі 100 мл-ден аспауы тиіс. Сонымен қатар, тағам организмде қанша уақыт болса, дәреттің формасы, консистенциясы да соған сәйкес ажыратылады. Яғни, ішектер бойымен тағамның жылжу уақыты ұзарса, құрамындағы су көптеп сіңеді де дәреттің көлемі ұлғаяды, қатаяды. Керісінше, дәрет ішек бойымен тез қозғалса, соған сәйкес сұйық болады. Мысалы, адам тағаммен улану кезінде, яғни отравление болатын кезде, ішектің құрамы организмде ұзақ кідірмейді. Дәрет қалыпсыз, бесформенный, яғни ботқа тәрізді немесе су сияқты сұйық болады. Бұл процестердің барлығын түсініп білу өзіңіздің ішегіңіздің жұмысын бақылауда өте маңызы зор. Енді сізге сұрақ: үлкен дәреттің жиілігіне, формасына мән беріп қадағалайсыз ба? Жауабын комментарийде күтемін.